Она болеет. Телефон есть простой? Я сейчас вызову 102. Я вам должна телефон дать? Да. Вам больше ничего не дать? А? 102, позвони. Алло. Сәлеметсіз бе? Мына таксопаркті можно мында ущемляет вот біздің тілімізге қазақша сөйле деп маған заставляет, орысша сөйле деп заставляет меня. Ну, магазины торговые. Я қазақша не обслуживает, мен қазақша сөйле десем, ұқпайын десем, сен мен менде видеода бәрі снятый, просто маған келіп мына таксопаркті қазір мен шығып айтам. До свидания. Сейчас я приду. Алло. Мына таксопарктың, прямо таксопарк зданиясы. Бывший таксопарк, Засядка ма, қайсы улица. Сонда аяқ киім сатат. Аяқ киім сатат магазин, үлкен торговый дом. Там все русские женщины, все орет. А? Жоқ, сатпай тұрған жоқ. Маған қазақ тілінде жауап берді. Қазақша сөйлеп тұрмын ғой, мен сұрап, бағасы қанша десем, маған сен по-русски говори дейді маған. Орыс та бар, бәрі орыстар түгелі. Менің Ағанас Бақытбек. Ағанас Бақытбек. Ағанас Бақытбек. 70 жылғымын. 52-демін. Магазин аты қалай ма магазин? Магазиннің аты қалай? Магазин аты қалай? Магазиннің аты қалай? Магазиннің аты қалай? Обувь, магазин аты солай, обувь. А до этого он спросил все на русском. Зимний, короткий. Она говорила на русском. Не говорили, я на русском говорила. Я с вами разговаривала на русском нормально. Просто я ничего не говорила. Я поэтому она понимает на казахском, как и я тоже понимаю. Ты знаешь, ну я что сказал? Она сказала, вообще не понимаю. Зунбеш дедім. Все, она мне говорит, на казахском, на русском говори. На русском говори, говорит. Она не имеет права мне говорить, что на русском говорит. Это с закона написано. Ущемляет мои... Она имеет право сказать. Нет, она не имеет права меня заставлять на русском говорить, потому что я государственный язык, она обязана знать. Если она какие слова понимает, она на русском. Нет, она почему не говорит? Если она на казахском не может говорить. Она... Вот, например, тоже я на казахском сказать ничего не могу. Понять я вас Нет, не могу. вот она мне сказала, СССР родился, говорит. СССР. Где СССР, где Казахстан? Ну, раньше Казахстан какой был? При СССР. Нет, при чем здесь? Это 30 лет прошло. Ну, Как? так здесь и русские 30, 20, 42. Давайте не будем ругаться. Ну, 42 буквы. Сейчас милиция вырыт, я позвонил, я приеду. Да пускай приезжает, ну просто это же человеческие отношения. Ну не поняли Вот вы это вас. мы хотели, Нет, мы хотели вот так вот, чисто по-человечески. Тут шум не хотели. А я... Вот, если вас не поняли, вы просто развернитесь и уйдите. Ну я здесь купила обувь, почему? Я купила здесь обувь, я потом пришла. Успокойся чуть-чуть. Вам валерьянку дать? Валерьянку. Просто где-то вас не поняли, где-то вы не поняли. Нет, ну, қазақша сөйлейтін бар ма, бро? Сейчас. Мы не ругались уже, мы не ругались. Просто ходи сюда объяснить, что не надо конфликт. Объяснить. Нет, вы все кинулись одним этим, поэтому надо было... Откуда вообще прилетело? показывайте на меня пальцем, я вам говорю 5-й раз. И чё? Вы на меня так не И чё? смотрите, и ничего, нет такого слова «и чё». Есть слово «и что». И что? И что? Мен Не показывайте. не обязан белюбе. Не бельмейсом, не показывайте на меня пальцами. Сейчас приедет охрана, милиция, разговаривайте, я закон не нарушаю. А как Понятно? нет? Вы что сказали? Что я сказала? Почему вы государственный язык не знаете? Я сказала, что я родилась в СССР. Ты не родилась даже в СССР. Сколько лет Казахстану? 30 лет независимости. 30 лет. А мне больше 30. 5 лет было у тебя когда? Какая разница? Еще мне говорят нацистка. То есть нацист. Вы националист. Вы мне сказали националист. Я у себя на родине не националист, я патриот своим Я у себя родине. на родине.
Я у себя на против. родине. Патриотность. Вы ущемляете мой язык, еще Как я оскорбляете ущемляю? меня Как- от националистов. Как мы вас Как вы меня оскорбили? оспорили? Националистов. А как вы тут кричать начали, что мы пришли вы на девушку? Почему начали кричать? Я не кричал. Вы кричали, Я там говорю, слышно, просил она- на государственном языке. кричали Она мне говорит, громко, говори на слышно. русском языке. Она не кричала, а вы кричали громко. Я так разговариваю. не понимаю, Я что так сделать. разговариваю. Ну и все. Разговаривайте, как бы сама у себя. Маймун. Таза маймун. Сыр родился деп қойды ғой. Таза маймун ғой. Қазақ елі міне. Көрдіңіздер ме? Семей қаласында міне осындай жағдай болып жатыр. Магазин. Аяқ киім магазині мынау. Так, обувь магазині. Қазақша сен қызмет ала алмайсың мұнда. Міне мына магазинде. Қазақша қызмет алысың. Бұнда қазақша сөйлегеннің бәрі нацист екен. Вот русские тоже пусть послушают. Кто на казахском говорит, это нацист, оказывается. На государственном языке. Здесь мне так говорят, нацист. Кто нацист? Кто государственный язык говорит, это нацист? Вы мне сказали националист. Вы меня на видео сняты. Вы даже комментарии читаете здесь, что говорят? Кого надо уже вызвали? Да. Давайте не будем уже. Мы работаем, вы увидите это в наше рабочее время. Она закон не знаете, это? А? Весь Казахстан вас слушает. Весь Казахстан. Не пальцем, поняла? Я сразу предупреждал. Весь Казахстан. Пошла отсюда. Пошла отсюда. И я не у тебя дома. я не у Я тебя. не лезу до Почему тебя. меня Я выгоняешь? не лезу до тебя, поняла? Вы в моем помещении Не выгоняете в твоем, меня. не в личном. И не, Вообще, не в собственном. здесь платье. Не показывай мне пальцами. отсюда. Не показывай мне пальцами. Она сейчас Я будет. должна молчать, почему она не молчит, продавец? Она замолчала. Көкпет. Я хорошо айтып тұрған, иә? Қазақша сөйле дейді маған. Ай, орысша сөйле дейді маған. Мен оған орысша сөйледім деп тұрған жоқпын ғой. Шақырған кім білмеймін, жоқ что-то. Звондашь келеме келмеймін. Саған нормально болды ма? А. Біз қашан осы Қазақстан оңат білмейді. Звонокпен келді ма? Иә. Қазір мен 102-ға звондадым жаңа. 102-ға. Кім не болды? Мында келіп аяқ киім алайық десек, мен ұзынынан бер десем, қазақша, орысша сөйле дейді ма? Не дает работать. Ол мені, бар ғой, мен тікелей эфирдесің. Мен сені түсіп тұрған жоқ, бірақ қазір милицияны да шақырдым. Қазір келеді, мен заявление жазамын. Ущемляет менің тілім. Мен өзім мемлекетте тұрып, мен неге маған продавецтер, мен жерде, мен көшеде біреуді ұстап не тұрған жоқ, мен де продавецке айтып тұрмын. Маған ұзыннан берсем, сен даже айтса, мен түсінбеймін деп. Не айтып тұрсың? Жоқ, маған сен говори по-русски дейді. Ондай істеуге болмайды ғой. Жерінде тұра, магазин тұр. Сол жерде. Шақырдың ба? Я міне келді ғой. Солар шығар. Мына жаққа түсіндіріп айтыңызшы мыналарға. Мемлекеттің тілде, екі тілде халықты не ететін бар ғой, екі тілді білу керек. Сен қайтсең де орысша сөйле деп айтуға не имеет право? Келген клиентке. Мына кісі кетті, мені сот кісінің қолынан жұлып отырам. Выведите из магазина, они не дают работать. Вам проблема вот сейчас, штрафуют, я заявление напишу. Шықпаймын. Келсін, келсін. Біз шықпаймыз. Біз шықпаймыз, милицияға келсін. Міне келді жаңағы, шақырды. Шықпаймыз, неге мен өз мемлекет тұрып, өз мемлекеттің тілін сөйлемейді. Қолымнан жұлып отырам мен әйелім. Мен аяғымда протез тұр. Мына қазір Міне бүкіл Қазақстан көріп отыр. отыр мына жерде. Мына халықта қазір бүкіл Қазақстан көріп отыр. Міне келді.
ассалаумағалейкум. Мен мына жерде келіп аяқ киім алайын деп жатырмын, соңғы мен қайттым қазақша мына ұзыннан бер десем, маған сен орысша сөйле дейді. Мен айтамын, сіз қалай мемлекет тілде екі тілде ешкім нетпей ма десем, маған айғайлап шыға кетті. Содан кейін мен сразу түсірген жоқпын оны. Одан кейін барып қайда шумган болып кеткеннен кейін барып түсірдім. Түсіріп жатырмын. Қазір мына тікелей эфирдесіздер. Бүкіл Қазақстан көріп отыр. Енді әйелім кішкене ауырады просто несі. Мына не тұра тұрыңыз. Айтшы мына. Мен жерде мен мыналарға заявление жазамын. Мемлекет. Жоқ, далаға шықпайды, осы жерде жазады. Неге? Жоқ, мынаны жауып тастасын есікті. Есікті жапсын, мен қазір заявление жазамын. Маған айтады, сен нацистсің дейді. Мен өз мемлекетімде, өз тілімде сөйлесем, нацистпін болсам да мен? Айтыңызшы мыналарға. Нацист дейді. Заявление жазамын. Жоқ, мен осы жерде қазір заявление жазамын. Аты жөндерін мен кімге жазатынын білуім керек қой. Далада мен кімге жазамын. Удостоверениелерін көр. Міне мына кісінің удостоверениесін сұрасын. Содан тағы да бәрінің удостоверениесін алсын, мен заявление жазамын. Міне мына кісі нормально сөйлесіп, бәріне түсіндіріп отыр. Мына айғайлап жүр бәріне. Я мынада түгел жазып тұр. Я родился СССР дейді мына кісі міне. Я родился в СССР. Я не обязан говорить на казахском. Я вам не так сказала. Вы все снято здесь. Завтра на суде докажу это. На суд. Кел, аты жөнін алшы бәрін. Кім? Удостоверениелерін алшы, мен заявление жазып беремін. Кел. Қағаз бар ма? Протокол? Есіктерін жаудырып тасташы. Подожди. Дверь закройте. Жоқ, далаға шықпаймын. Оны мен есігін жапсып қалмаймын, потому что... Енді заявление жазбаймын ба? Заявление жазыңыз, е. Жазбаймын ба? Далада тұрып жазу керек қой. Мына әйел мені ауырады, қазір нервіште сағат жүре алмай отырмын. Жоқ, ішінде жазамын. Мынаның ішінде болған нәрсе ол. Негізі бар ғой, біздің Қазақстан дұрыс демейді. Заңды дұрыс орындамайды. Заң жазылған, конституцияда бәрі жазылған. Заң істемей отыр да, маған өтеп сен орысша сөйле дейді ма? Неге орысша сөйлеуің керек? Сен қазақша екі тілді білуің керек. Қазақ тілінде, орыс тілінде білуің керек. Сен халық тапсыршы дейді. Соңғы 4-ші статьяны мен оқы десең, 4-ші статьяны оқып тұр. 4-ші статья жазған. Побольше буквам бәрі жазған. Мемлекеттік органдарда қазақ тілі мен орыс тілі бірге жүреді. Мемлекеттік органдарда, екі тілде. А мынандай частныйда халық тапсыршы дейтін жерде мемлекеттік тілде сөйлеу керек. Екі тіл. Мен нацист деп оскорбляйтын, мен нацист емеспін, мен өзімнің мемлекетімде тұрамын, өз тілімде тіреу етеді. Жақсыға сау бастақтыңыз. Жоқ, айғайлап менің әйелім жұлқылап жатыр, әйелім ауырады просто. Жаңа нето дірілдеп қалды. Аяғын ана нерв жеткен кезде аяқ қолын ұстай алмай қалады. Ұрыспаймын. Жоқ, нарада емес, ана жерде жазып. Жоқ, керек жоқ. Не жазып тұрмын? Мыналардың удостоверениелерін бәрін алыңызшы. Жаңа маған оскорбить еткендердің бәрі мында жазылған еді. Оксана, позвони Равилю, пожалуйста. Крити. Сейчас я вам тут принесу воды будет. Аяқ киім алайын деп кіргенбіз әйелім. Пәлеу қалдық. Бізде ана мыналарға жұмыс етпей жатыр. Жоқ, охрана шақырып отыр өздерінше. Шақыра берсін. Не қазақ елі? Мемлекеттік тілде сөйлеме, маған қазақша тіл, орыс тілінде сөйле деп маған сен ұлтшылсың деп нацист деп орыстар. Мыналар осылай үш мемлекетте менің өзі мемлекеттік тілге. Сол үшін Гүлжан магазин Семей қаласында аяқ сататын жер.
Аңсырың, удостоверениесін сұрашы. бәрін алыстан білген. Өзі Кімнің атынан жазамын? қазақша жазсын. Иә, қазақша жазамын. Ішкі істер бөлімінде? Ішкі істерді қысқаша жазайын ба, қалай? Неше қысқаша жазсаңыз Ішті болды ма, қалай? істер, министр, істер. Істі деп жазды ма, ішкі істер ма? Bölümü ya? İçki işleri bölümü. Полковник yok mu полковник? Bölümü Abay Oğuz. Семей қаласы, ya? Семей қаласы, ya. Семей қаласы. Орталық полиция бөлімінің бастығы. Орталық полиция бөлімінің бастығы. Мыналар бар ғой, мен өздері кешірім сұрап нетсе, мен жазбаймын деймін. Егер бұлар өздері кешірім сұрамаса, мен не ете беремін. Кешірім сұратын мемлекет өздері сана сезімдер сондай болсын үшін. Полиция қызмет. Полиция бастығы, ya? Орталық полиция бастығы ма? Полиция. Бастығы ма? Орталық полиция бөлімінің бастығы. Bölümünün бастығы. Бастығы. Полиция подполковник. Полиция подполковник. ППД дұрыс па? ППД жазып бердіңіз, подполковник деп дұрыстап жазып бердіңіз. Да? Иә? Мына орысына. Қарай жалғастырып беріңіз, подполковник деп жарайды. Полиция. Полиция подполковники. Полиция подполковник. Полиция подполковник. Подполковник ППД жазбаймын. Подполковник доллар жасаңыз. Заявление бар. Подполковник. Есюпов. Дисюк? Да? Дисюк? Да. Есюпов. Да. Есюпов. Есюпов. Есюповқа. Өзіңіз жазасыз. Азамат. Азамат. Фамилия, имя, отчествоңызды толық аты жөніңізді. Толық жазасыз. Қай жерде тұрақтайсыз, соны жазасыз толық. Некен жайыңыз. Қайда жұмыс? Туған күніңізді жазыңыз. Жылыңызды, туған күніңізді. Тұрғын адрес жаздың ба? Тұрақты мекен жайыңыз, адресіңіз. Дулатқа сәлем жолдайым деді Теміртаудан, Ғашыға Айсарадан, Айсара жолдадық келесі. Мекен жай. Народная радио, Кешары Айжан Ханды, мен өзімнің Тимурымды бүгінгі туған күнмен құттықтаймын. Тимур туған күні құтты болсын, сағынға жақсылық тілеймін және екеуміз мәңгілік бір Удың жанығы. Квартира бар ма? Иә. Телефонда? Телефон нөміріңізді. бақытты болыңыздар, рахымыңыз ешқашанда ауырмасын, өзіңіздің де денсаулығыңыз бақытты болсын, туған күн құтты болсын. Арыс.